тағы да осы туристік компания өкілдері көтеретін қандай мәселелер бар? Үкімет қандай сіздерге көмек көрсетуі керек? Ең бірінші кезекте қандай өзекті түйткілдер бар, соған тоқталып өтсеңіз. Сұрағыңызға рахмет. Үлкен жаңа басында төраға айтып кеткендері осы проблемалар жалпы алып келгенде біздің бизнесіміздің туризм саласында жұмыс істеп қайнап жүрген бизнес өкілдеріне көптеген көмегін тигізеді деген сенемін. Бірақ практик ретінде бұл арнада да тағы да айтайық, себебі кадр дайындау деген жалпылама келгенде әдем жақсы сөз. Кадр дайындау ол тәуелсіздіктің алғалы бері кадр дайындап жатырмыз. Бірақ кадрмен мен азамат ретінде студенттермен араласқанда 10 студенттен сұраңызшы, туризмге өзің қалап, өзің таңдап келдің ба деп. Біреу қол көтерер әбден алай. Жастардың арасында қызығушылық аз дейсіз ғой. Қызығушылық аз болғанда келуі мүмкін, бірақ білмей келуі мүмкін. Олар туризм бітіргеннен кейін қандай жұмысқа істейтінін білмеуі мүмкін. Қандай айлықтар күтетінін білмеуі мүмкін. Қандай практикалық дүниелер жасауын білмеуі мүмкін. Сол себептен мен алдыңғы тағда сіздердің әріптестеріңізбен бірге берген сұхбатта да айтқан. Біз мектепті, егер де мемлекеттік жүйеден кадр керек болса, кадрды 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші сыныпқа барып бизнес өкілдер ашық сабақ өткізейік. Мен юристпін. Юрист болсаң, мен боласың. Таныстырып дейсіз ғой, алдын ала. Турагент туризм саласында істейтін болсақ, міне мен боламын. Айлығың осындай болады. Сен бірақ соны сол жерден біз пайыз мөлшерінде біз көмектесуіміз керек сол жерден. Кадрды, егер де анық кадрмен айналысатын болса. Дұрыс. Премьер-министрдің өзі де осы маман тапшылығы бар екендігін бұл салада жиналыста атап өткен болды. Енді мысалы сіз қараңыз, жұмыс беруші мен жұмысшы екеуінің орталарын, екеуі де бар. Жұмысшы да бар, жұмыс беруші де бар. Бірақ екеуі бір-бірін таппайды. Қазіргі заманның қыз бен жігіт сияқты. Сондықтан біз айтамыз, егер де сіз туризм саласына барып студенттермен жұмыс істеп көріңізші, шығатта бариста болады, шығатта басқа туризмге юрист болып кетеді, бухгалтер, есепші болып кетеді, туризмге қатысы жоқ салалармен жұмыс істейді. Онда не үшін сен 4 жылдық өміріңді кестің? Ақылы оқу мүмкін, грант оқу мүмкін. Енді отбасылық жағдайларға былай солай шешті. География жеңіл пән болғаннан кейін солай шешті. Ашығы сол. Ал жеме-жем келгенде туризм саласында қалатын 10%-дан кем деген. Бұл енді маман тапшылығына байланысты мәселе. Екінші бір тағы да қандай мәселе бар? Проблема көп қой, туризм. Тек қана бұл салада емес, барлығымызда көп. Егер де мысалы сіздердің арналарыңыз, сіздер жаңалық тарататын арнасыздар, мемлекеттік арнасыздар, неге бір апталық жаңалықтарға арналған туризм жаңалықтар деген бағдарлама ашпайсыздар? Неге сіздер өздеріңіз үлестеріңізді көрсетпейсіздер? Бізде міне Алакөлге туроператорлар жиналып, самолет алып қойып жатыр. Міне осылар арқылы барыңыздар. Kids Go Free бағдарлама жұмыс істеп жатыр. Мемлекет тарапынан қазақ туризм арқылы істеп берді. Енді барлығы мемлекетке қарап қойып, бізге істеп беріңдер, ана істеп. Бар, инструменттер бар. Тек қана сіздердің де ықпалдарыңыз керек. Арнадан жаңалық тарататын жақсы жаңалық бар. Әлемдік туризмде күнделікті өзгеріп жатқан жаңалық, соның барлығы Қазақстан туризміне әсер ететін жаңалықтар өте көп. Күнде бір мемлекет визасы болады, басқа мемлекеттің азаматтары Қазақстанға келетін визасы алынып жатыр. Ондай жаңалық көп, бірақ оны тарату жағынан бізге қиналамыз. Ақпараттық, танымдық шаруалар көп атқарылу керек дейсіз ғой? Көп атқарылу керек. Телеканал жақтан да ықпал болса, бағдарлама ашыңыздар, көрсетіңіздер. Жақсы, рахмет пікіріңізге.